домбыраны. Мына не ағаш? Ол ағаш емес, қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра дейсің ба? Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген осы екен ғой. Қайдан білейін, жерде жатқаннан кейін ағаш екен деп. Бұл қазақтың мұңын, шерін халыққа жеткізетін домбыра ғой. Қасиетті киелі домбыра дейді. Осы домбыра арқылы қаншама қуанышымызды, қаншама қайғымызды жеткізген екен баяғыда ата-бабаларымыз. Қасым Аманжолов деген атамызда бір тамаша ән шығарған екен. Ақыр домбыраң бар екен, мен бір домбырамен ән айтып берейін. Өзгеме сөзім айтам өз жайымды, жүрегім жалын атқан сөз дайынды, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді, тербетіп тулатып бір қозғайынды, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді, тербетіп тулатып бір қозғайынды. Аманжол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреудің жұртта қалған жасығымын, біреудің аспандағы асылымын, біреудің жұртта қалған жасығымын, біреудің аспандағы асылымын. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушің құбылысты қайдағы. Япырмау сенде бір күн сөнермесің, қап-қара түнек болып маңдайдағы. Япырмау сенде бір күн сөнермесің, қап-қара түнек болып маңдайдағы. Өкінбен менде бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп, күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен бір көлмесін өлеңім деп, күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен бір көлмесін өлеңім деп жырлаған екен балам. Сондықтан бұл домбыраны жерге емес, шама келсе биікке іліп қоюға тырыс, айналайын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, барша қазақстандықтар. Бүгінгі елбасымыз бекітіп кеткен ұлттық домбыра күні құтты болсын. Қолымдағы қара домбыра қазақтың жаны, қазақпен бірге жасасып келе жатқан осы домбыра туралы сіздерге азды көпті мәлімет айта кетсем. Енді домбыраның түр-түрі бар деп айтып кеттік. Қалақша домбыра дейді, мына қолымдағы домбыраны қалақша домбыра дейді. Одан үш бұрышты, шанағы үш бұрыш болып келетін домбыраны бұны тұмарша домбыра дейміз, яғни тұмар сияқты үш бұрышты. Одан торсыққа ұқсап келген формасы, оны торсық домбыра дейді. Одан шанағы кең болғандықтан кең шанақты домбыра деп атайды. Сол сияқты әр формаға байланысты өзінің атауы бар. Домбыраның тағы да балаларға арналған балғын домбыра, балашық домбыра, шіңкілдек домбыра деп аталатын домбыра түрлері бар. Енді қолымдағы мынау бұл қалақ домбыра, бұл бірақ құралған домбыра. Мына жерде шанақтары жеке-жеке бөліктерден тұрады, осылардың бәрін құрап жасаған. Енді мына домбыра форма жағынан қараған кезде бұрынғы Дина Нұрпейісова, Құрманғазы сияқты ата-бабаларымыздың ұстаған домбыраларына ұқсас болып келеді. Бұл кәдімгі классикалық түрдегі домбыра. Бірақ заманауи домбыра деп аталады.
Себебі мына жерге арнайы тоқ арқылы үн шығаратын құрылғы бар. Әдейі жасатқан. Бұл енді мынау керісінше шабылып жасалған домбыра. Бір тұтас ағаштан. Мынау қалақша домбыраны көбінесе шауып жасаса, мынау құралып жасалған домбыра. Мына осындай домбыраларды құрап жасаса, мына заманауи домбыра бұл шабылып жасалған. Енді сіздерге тағы да бір домбыраның бір түрін көрсетіп кетейін. Бұл домбыра үш шекті домбыра. Өздеріңіз естіп жүргендей, мүмкін көріп жүргендей, Абайдың домбырасы деп айтылып жүреді. Осы үш шекті домбыра Абайдың домбырасы деп аталып кеткен осындай домбыра болады. Енді егерде Абай музейіне барсаңыз, сонда көресіздер домбыраның. Бірақ енді бұл өзгеріске ұшыраған, яғни қазір Абайдың домбырасы қысқа болып келеді. Мынау үш шекті домбыра. Бұл бізге Болат Сарбаевтың арқасында оның шәкірті Жарқын Шәкәрім деген ағамыз осы домбыраны бізге ең алғаш кәсіби түрде ойнаған кісі болатын, бізге үйреткен сол кісі. Ол кісі бұны үш шекті домбыра, қос бұрау домбыра деп атайтын көбінесе. Енді көптеген деректер бар, мәліметтер бар, осы үш шекті орындаған кісілер туралы. Мысалы, Абайдан бастап Абайдың балалары бар, одан кейін Шәкір Әбенов деген осы тәуелсіздік алған кезде біздің елбасымызға бата берген үлкен данагөй ақсақал кісі. Міне осындай сіздерге азды көпті мәлімет бергеннен кейін жаңа таныстырып кеткен домбыралардың үнін тыңдату үшін сіздерге мен екі ұлыммен қазақтың халық күйі келіншекті орындап берейін.